Анашым, сонымен әкем қашан келеді екен үйге? Білмедім, қызым жақында келіп қалатын шығар. Тамақ жеймін, қарным ашты. Ой, кішкентайдың қарны ашқан сияқты. Мен қазір холодильникте не бар екенін көріп келейін. Әдеттегідей ештеңе қалмаған. Жағдайымыз қатты қиындап барады, қызым. Я, анашым, мына үйді сатамыз деп едік қой. Не істейтін болдық? Сатамыз, қызым. Сиқыры бар үй болса да сатамыз. Қымбат өтеді. Қимай тұрсақ та сатамыз. Амал жоқ. Анашым, көңіліңізді түсірмеңіз. Есесіне қаладан өте әдемі үй сатып аламыз. Иә, солай жасаймыз. Басқа бізде амал да жоқ қой. Көңілімді түсірмеймін. Ең бастысы бәрі жақсы болады. Мен қазір бірдеңе жасауға тырысамын. Жарайды, қызым, мен ана бөлмеге барып келемін. Аға, барып келе беріңіз. Отыра тұр, мен қазір бір нәрсе пісіріп беремін. Бұл үй әжемнен қалған қасиетті үй екен, Сая білмейді ғой. Бірақ сатуымыз керек. Балалардың болашағы үшін қанша қимай тұрсам да сатуым керек. Анашым, үйді сатып күшті болды, я? Енді қалада тұрамыз біз. Иә, әрине, мен де қуанып тұрмын. Нұрай енді кішкентай кезінен бастап қалада өсетін болады. Анашым, сіз жаңа үйді өзіңіз көрдіңіз бе? Мен интернеттен ғана көрдім. Ақшасын төлеп қойғанмын, барамыз, жайғасамыз, үйде бәрі бар дейді ғой. Мен сондай қатты қуанып отырмын. Ақыры біз ауылдан көштік. Вау, терезені қараңдаршы. Апа, терезені қарашы. Нұрай, бәрінен де мәз ғой. Сендердің қуанғандарыңды көріп, мен де мәзбін. Вау, мынау не деген әдемі үй. Ішінде керек жарақтың бәрі бар екен, е? Қазір мен үйді бір шолып шығайын, сендер отыра тұрыңдар. Так, мұнда да тоңазытқышта ештеңе жоқ екен. Алып келу керек. Анашым, мен өз білмеймді көріп келемін. Ал Нұрай, саған ұнап жатыр ма? Қала ұнай ма саған? Үйіміз үлкен, е? Мәз саған, мен қалаға көшкеніме қатты қуанып тұрмын. Ескі үйді сатып, өте дұрыс жасадық. Мына өзімнің бөлмем барына қараңдар. Өзімнің кереуетім бар, неше түрлі киімдер бар. Енді өте көп киім сатып аламын. Сабағымды қалада жақсы оқимын. Уәде беремін. Қандай жұмсақ еді мына жай. Сая, бөлмең әдемі екен. Біздің де бөлмеміз осыған ұқсас. Біз өз бөлмемізге кеттік. Ал Нұрай, міне, мынау біздің бөлмеміз. Осында екеуміз жатамыз, е? Қараш, дала әдемі көрінеді. Әткеншекте екеуміз күнде отырамыз, е? Өте әдемі жер екен. Айтпақшы, Нұрай, мен қазір дүкенге барып келемін. Осында отыра тұр, әпкеңе бірдеңе болса айт. Сая, мен қазір дүкенге барып қайтамын. Сіңліңе қарап отыра тұр, е? Әрине, анашым. Ұйықтады-ау. Тыныш қана барып жайына жатқызып қояйын. О, анашым, келіп қойғансыз ба? Не алып келдіңіз? Вау, холодильникті толтырып қойыпсыз ғой. Иә, әрине, сендер үшін ғой. Сіз не істеп жатырсыз? Тауық қуырып жатқанмын, бірақ пеш істемей тұр, күйіп кетті. Бұған да үйренеміз. От жағатын едік қой ауылда. Иә, үйреніп кетеміз ғой. Онда анашым, мен кете берейін, е? Жарайды, өзім шақырам керек болсаң. Аштан аш отырғанша балымыздағы жейік. Ең бастысы көңіл күйімізді түсірмеуіміз керек. Үйреніп кетемін мен де пешпен дайындап. Бірақ отта жағу қиын ғой. Ал мен отта жағуды білемін. Пеште енді үйренемін. Ештеңе етпейді. Қаладағы өмір маған сондай ұнап жатыр. Қалаған уақытта магазинге барасың. Ауылдағыдай жердің түбінде емес магазин. Анашым, мектеп мені қабылдады ма? Уже қабылдады, онлайн өтінім жіберген едім, уже қабылдап қойыпты ғой. Қобал жүрмін, бірақ ше. Уайымдама, қызым. Аха. Сонымен бүгін ұйықтайын, ертең жаңа киім алып келемін. Бүгін алған киімім жарасатын шығар, ал мен сабаққа баруым керек. Анашым, азанмен шулап жатырсыздар ғой. Нұрайды шомылдырып жатқанмын. Киімің өте әдемі жарасып тұр. Бүгін алдың ба? Я, азанмен барып алып келдім. Енді мен сабаққа кетуім керек, кешігіп жатырмын. Күнің сәтті өтсін. Рахмет. Ал Нұрай, әпкең сабаққа кетті. Оның мектептегі ең бірінші күні. Мен де барамын.
Сәлеметсіз бе апай, мен жаңадан келген оқушымын. Саясың ғой, иә? Біздің сынып өте керемет. Келіп жайғасып отыра бер. Балалар, біздің сыныпқа жаңадан оқушы келді. Есімі Сая. Сәлем барлықтарына, менің есімім Сая. Сая, ендеше қалаған бос орныңа отыра бер. Сәлем. Сәлем. Есімің Сая ғой, Иә, мен Саямын. Сен есімің кім? Екеуміздің есіміміз жаман ұқсас екен. Менің атым Ая. Күшті емес па? Екеуміз Ая мен Сая болып жүреміз. Екеумізден міндетті түрде күшті құрбылар шығады. Дұрыс айтасың, Ая. Мүмкін сабақтан кейін екеуміз паркке барып қайтамыз. Иә, барып қайтайық. Мен ауылдан жаңа келдім. Қандай парктер бар екенін білмеймін. Сабақ аяқталды, үйлеріңе тіке қайтыңдар балалар. Мен шығамын уже. Сәлем сынып, мен осында жаңадан ауылдан ауысып келген оқушымын. Сәлем Сая, қалайсың? Менде бәрі жақсы, күшті сынып сияқты ғой. Мен күшті сыныпқа түсіп қалған сияқтымын. Иә, Сая, мен есімім Назерке, танысып алайық. О, өте әдемі есім. Біздің сыныптың қыздары өте тамаша араласамыз, сондықтан сені де қатарға бірден қосамыз. Бізде бөлу деген жоқ. Иә, біз ешкімнен бөлмейміз, барлығына тең қараймыз. Анда-санда қыздар бізді ұлсың деп бөлмесе, аттақ өздерінің ішінде бөлінбейді олар. Диас құршы бар. Сен мына Диас пияздардың сөзін қыстырма, жарай ма? Қыздар біздің сыныпта ең күштілері. Біз билейміз бұл сыныпты. Сондай нәрселер тиктоктан жаттап алған ғой бұлар. Диас қойшы деді, қосаған. Болды, тағы қайтарда ұрып кетерсіңдер. Сен бұларға мән берме, үнемі екеуі керісетте жүреді. Сынып шынымен де жақсы сияқты. Сендердің сыныптарыңа түскеніме қуанып тұрмын. Иә, ендеше бәріміз үйге қайтайық та, отыра бермей. Иә, қайтамыз ғой қазір. Ая, жүр, қай паркке апарасың? Қазір шығып кете берейік та. Иә, Сая, уайымдамаса жүр, сен ең күшті паркке апарам қаладағы. О, күшті болды ғой. Сендер қаладан үйді жаңадан сатып алдыңдар ма? Иә, біздің бұрында ауылда өзіміздің үйіміз болған. Қалаға не үшін көшіп келдіңдер, және сендер үйлерінде нешеусіңдер? Біз негізі үйде төртеуміз, бірақ үшеуміз ғана тұрамыз. Папам ұзақ жылдардан бері бір үлкен жұмыста істейді, сол үшін үйге келмейді. Бірақ жақында келетін шығар. Түсінікті, біз мамам екеуміз ғана тұрамыз үйде. Сенің бауырларың жоқ па? Жоқ, бірақ сен енді менің бауырым бола аласың. Екеуміз жақсы дос болып кетейік. Оның үстіне аттарымыз да ұқсас қой. О, иә, табылған ақыл, шынымен де. Айтпақшы, біздің сынып саған ұнады ма? Негізінде біздің сыныпта барлығы бір-бірімен тату тәтті. Сені де солай қарсы алатын шығар. Я, маған қазірден бастап ұнап жатыр, сынып бірінші күн ғой болмаса. Сен именно біздің сыныпқа түскеніңе қуан. Оны уақыт өте келе көре жатармыз. Жақсы болса кеш болып кетті ғой, үйімізге қайтайық, қазір күн де батады. Иә, ал сен алыста тұратын ба едің? Жоқ, мен мектепке жақын жерде тұрамын, тез жете аламын ғой. О, сіздер әлі ұйықтамағансыздар ма? Мен мектептегі бірінші күнім бітті. Иә, мектептегі бірінші күн қалай болды? Сыныптастарың қалай екен? Сыныптастарымның барлығымен дос болып кеттім. Жақсы сынып сияқты, мұғалім де күліп қарсы алды. Жаңа достар таптым дейсің ғой? Иә, қаладағы адамдардың барлығы күшті екен, ауылдағыдай емес. Саған ұнаса жарар енді. Енді түн болып кетті, ұйықтасаңшы, ертеңде сабақ қой. Жақсы, онда мен ұйықтауға кеттім, бүгін кешке парк аралап шаршап қалып едім. Жарайды, жақсы, біз де ұйықтаймыз. Достар, осы видеоның астына 50 комментарий жинай аламыз ба? Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңдар.